Кейін мен демалайын деп есікті жаппақ болдым. Дәл сол сәтте табалдырықта ұзын ақ көйлек киген бір қыз тұрғанын көрдім. Мен университетке қыздар жатақханасының коменданты болып жұмысқа орналастым. Менің атым Сяуле. Өткен жылы мен жұмыс істеген мемлекеттік компания банкрот болып, жабылып қалғандықтан жұмыстан кетуге мәжбүр болдым. Тұрақты келісімшарт болмағандықтан өтемақы да алмадым. Оның үстіне жинаған ақшам да жоқ еді. Енді міне жұмыссыз қалып, бірнеше күн қатарынан жұмыс іздеп жүрмін. Тіпті уақытша тамақ жеткізумен айналыссам ба деп те ойладым. Осы ой санама келген сәтте телефонымнан хабарлама дыбысы шықты. Мен хабарламаны аштым. Сәуле ханым, сізге жұмыс бойынша келіп кетуіңізді сұраймыз. Пужин медициналық колледжі. Байланыс тұлғасы директор Ван. Хабарламаның мазмұнын көріп, бір сәтке қуанып қалдым. Бұл колледжге түйіндеме жібергенімде де есімде жоқ. Бірақ медициналық колледж ресми мекеме. Әрі сақтандыру компаниясынан әлде қайда жақсы. Сондықтан жауап беріп, қандай қызметке адам алып жатқанын сұрадым. Шынымды айтсам, алаңдай бастадым. Өйткені жақында жалдау ақысында төлей алмай қалуы мүмкін еді. Біраз ойландым да, бәрібір өзім барып көрейін деп шештім. Такси шақырып Пужин колледжіне жол тарттым. Колледжде біраз сұрастырып жүріп, ақыры әкімшілік ғимараттан директор Ванды таптым. Ол шамамен 50 жаста, шашы сиреп қалған орта жастағы ер адам екен. Сәлеметсіз бе, директор Ван? Менің атым Сяуле, 27 жастамын. Бакалавр дәрежем бар. Білім маңызды емес, мәселе мынада. Біздің мектепте 3 жатақхана бар. Соның бірінде қыздар жатақханасына комендант жетіспейді. Сізді бұл ұсыныс қызықтырады ма? Осы сәтте ашуым шығып кете жаздап, ішімнен: мен осынша жол жүріп келгенде сіздер кеңесші немесе директордың көмекшісін іздеп жатыр деп ойладым. Ал сіз мені жатақханада комендант бол дейсіз бе? Директор Ван менің көңілім толмағанын байқады ма, бірден қасыма келді. Алдымен мені тыңда. Біздегі жағдай жаман емес. Жұмыс уақыты кешкі 7-ден таңғы 7-ге дейін. Түнде ұйықтауға болады. Айлық жалақы 16.000 юань. Қалай қарайсың? Оны тыңдап мен абдырап қалдым. Өйткені біздің шағын қалада 16.000 юань өте жоғары табыс саналады. Бұрын мемлекеттік компанияда 3 жыл жұмыс істеп, әрең дегенде 16 юань тапқанмын. Ал енді комендантқа дәл осындай жалақы ұсынып отыр. Оған қоса, оқытушылар асханасында тегін тамақ, қысқы және жазғы демалыста да жалақы төленеді. Осы сәтте көңілім тола бастады. Мұндай жағдайда олжа тапқанмен бірдей еді. Бірақ комендант деген қызмет әдетте егде жастағы әйелдерге арналмай ма? Неліктен маған жас қызға бұйырды екен? Түйіндемеде таэквондоға қара белбеуің бар деп жазыпсың. Сондықтан батылырақсың деп ойладым. Бұл медициналық колледж. Қыздар сәл мазасыз. Кейбірі кешке жігіттерін жатақханаға кіргізгісі келеді. Егде жастағы апайлар оларды тоқтата алмайды деп қорықтым. Бұл сөздер мені таң қалдырды, бірақ артық сұрақ қоймадым. Тек басымды изедім. Өйткені ұсынысы жақсы еді. Бүгін кешке ресми түрде жұмысқа шығасың. Біреу жұмыстан кетіп қалды. Сен бүгін орнына келесің. Соншалықты тез бе? Директор Ван мейірімді көргенімен мен бәрібір біртүрлі нәрсені сездім. Егер жағдайы осыншама жақсы болса, неге алдыңғы комендант кетіп қалдым? Біраз ойландым да, бәрібір бүгіннен бастауға келістім. Кешкі 7-де 3-ші жатақханаға уақытында келдім. Директор Ван кіреберісте тұр екен. Сяуле, саған бірнеше нәрсе айтайын, жақсылап есіңде сақта. Мен басымды изедім. Біріншіден, жарық кешкі 10-да сөнеді, бірақ кейбір студенттер кеш қайтады. Кіргізе бересің, бірақ түнгі 12-де есік міндетті түрде жабылады. Ешкім кірмейді де, шықпайды. Түсіндің бе? Екіншіден, кезекші бөлмеде болғаның дұрыс. Дәлізде жүруге, дәретханаға баруға болады, бірақ студенттердің бөлмелеріне кірме. Соңғысы, түн ортасынан кейін сыртта не болса да шықпа, есікті ашпа, таңғы 6-ға дейін күтесің. Түсіндің бе? Мен сәл кідірдім. Ал біреуі ауырып, шұғыл ауруханаға апару керек болса ше? Ол да болмайды. Тіпті адам өлсе де, тек 6-дан кейін ашылады. Айтқанымды орында, жауапкершілікті өзім аламын. Бұл ереже адамгершілікке жатпайтын сияқты көрінсе де, қазір мен тек келісуге мәжбүр едім. Мен кезекші бөлмеде отырдым. Қараңғы түсе бастады. Студенттер біртіндеп қайтып жатты. Көпшілігі өтіп бара жатып маған қарап, кейбір алыстан саусағымен көрсетті. Мүмкін жас комендантты алғаш көрулері шығар. Бұл тек оларға ғана емес, маған да оғаш көрінді. Шынымды айтсам, өзіме де ыңғайсыз еді. Мен ешқашан комендант боламын деп ойламаппын. Жұмыс шамамен директор айтқандай өтті. Сағат 10-да жарық сөнді. Шамамен 11:30-да кезекші бөлменің терезесін бір қыз қағып жатты. Тәте, сізбен сөйлессем бола ма? Мен терезені аштым. Дұрыстап сөйле, мен тәте емеспін. Қыз таңғалғандай болды. Бөлмелесім төменде бір әйел вахтер бар деді. Мен апай деп ойлап едім. Жас қыз екенсіз ғой? Кешіріңіз, атыңыз кім?
Қыз әдемі еді, бірақ тәте деген ашуымды келтірді. Менің атым Сяуле. Не қажет болды, тезірек айт. Мен әмиянымды жоғалтып алдым. Маған 20 юань қарызға бере аласыз ба? Үйде мәселе бар, таксимен қайтуым керек. Әмиянымнан 100 юаньды шығарып бердім. Әзірге ала тұр, ертең қайтаруды ұмытпа. Сізге көп рахмет. Қыз ақшаны алып қуанып кетті. Кейін ол кола бөтелкесін шығарып маған ұсынды. Бұл сізге. Менің атым Лин. Ертең ақшаңызды қайтарамын. Мен бас тартуға үлгермей жатып, ол тезірек кетіп қалды. Кейін мен де демалайын деп есікті жаппақ болдым. Сол сәтте сыртта ақ ұзын көйлек киген бір қыз тұрғанын көрдім. Өте әлсіз көрінді. Көзі қызарып кеткен, жылаған сияқты. Оның осы жатақхананың студенті екенін білмедім. Сәлем, кіргің келе ме? Ол үндемеді. Мен есікті ашқанымда ішке кіріп кетті. Келесіде ертерек кел, кейін есік ашылмайды. Артқа қарасам, ол жоқ болып кеткен. Бөлмеме қайтып будильникті таңғы 5:50-ге қойдым. 6-да есікті ашу керек. Тек түнде біртүрлі болды. Әлгі қыз түні бойы жылағандай, дыбысы қорқынышты еді. Сол себепті дұрыс ұйықтай алмадым. Таңертең будильник соғылды. Қатты шөлдеп тұрдым. Лин берген кола есіме түсіп, ашып бір ұрттап едім, түкіріп жібердім. Газсыз әрі дәмі жаман. Жарамдылық мерзіміне қарасам 3 жыл бұрын өтіп кеткен. Тағы бір нәрсе байқадым. Бұл арнайы нұсқа екен. Бөтелкені аударып қарағанда әлсіз жазуды көрдім. Досыма сыйлық деп жазылған. Аты уақыты өшіп кеткен. Бұл кола Лин үшін маңызды болған сияқты, әйтпесе өзімен алып жүрмес еді. Сонда неге оны маған берді? Коланы қайта ішпедім. Ақшасын қайтарғанда сұраймын деп шештім. Таңғы 7-де мен лицей есімді әйел келіп, жұмысымыз ауыстырылды. Ол 40 шамасында, мәдениетті, сөзшең әйел екен. Дәретханаға бару ыңғайсыз екенімді айтқанда, ол қабырғадағы кілттерді берді. Біздің ғимаратта студенттерге арналған жеке дәретхана бар. Қажет болса сонда бар. Кілт қойғышта кейбір бөлмелердің кілті жоқ екенін байқадым. Бұл мені таңғалдырды. Қыздар аз, сондықтан директор 5-ші қабаттағы бірнеше бөлмені қоймаға айналдырған. Ол жақта қазір ешкім тұрмайды, қажет болмаса барма. Бір апта өтті. Тағы да бейсенбі, сағат 11:50. Есікті жабайын деп жатқанда, сол қызды қайта көрдім. Үнемі сол уақытта келеді. Бір ай бойы әр бейсенбіде дәл 11:50-де сол қыз пайда болды. Үндемей сыртта тұра береді. Кейін директордан сұрадым. Ол біртүрлі күйге түсіп, есімде жоқ, араласпа деді. Сол бір айда Лин де көрінбеді. Желтоқсанның соңына дейін солай өтті. Бір күні лицейнің телефоны кезекші бөлмеде қалып қойыпты. Кейін ол басқа нөмірден хабарласып, мені ұры деп ойлап айқайлады. Түсінген соң кешірім сұрады. Сағат 11:30-да Ли келді. Әжетханаға барып келетінін айтты. Мен түнгі 12-де есік жабылатынын ескерттім, бірақ 20 минут өтті. Лицей оралмады. Мен іздеуге шықтым. Сол кезде тағы да әлгі қызды көрдім. Ол бірден айтты. Бұл сөздер мені қатты алаңдатты. Есікті ашпақ болғанымда, артымнан Лидің даусы естілді. Есікті ашпа! Беті сұрланып қатты шошынғандай көрінді. Есікті ашуға болмайды. Еш жағдайда да ашпа. Бірақ әлі 12 болған жоқ қой. Осыны айтып мен қайтадан есік жаққа бұрылдым. Әлгі қыздың ғайып болғанын байқадым. Әй, ол қайда кет? Мен іштей бәлкім бұл қыз бұрын лицейні ренжіткен шығар деп ойладым. Сондықтан лицей оны кіргізбей жүрген болуы мүмкін. Лицей 12-ге 2 минут қалды. Тезірек қайт, мен есікті жабамын. Кенет лицей дірілдеген дауыспен. Сяуле, мен бүгін түнде қайтпаймын. Таңертең ерте қайта келгім келмейді. Бірақ лицейге қараған сайын ішім біртүрлі мазасызданды. Бұл жай ғана студент қой, неге сонша шүйлігеді? Бүгін түнде ол бұнда ұйықтамауы тиіс. Лицей, жоқ, сен кетуің керек. Ұзақ үгіттегеннен соң әрең дегенде мен оны лицейні сыртқа шығарып жібердім. Ол шыққан бойда есікті бірден жауып құлыптадым. Шыны арқылы қарап едім, лицейнің тез жүгіріп кеткенін көрдім. Келесі күні таңертең ерте орнынан тұра салысымен маған директор Ван хабарласты. Ол лицейнің демалыс алғанын айтып, мені оның орнына қалуды өтінді. Мен оған аса мән бермедім. Түсте тамаққа тапсырыс бердім. Кезекші бөлмеде жиіндеп жатқанымда есік қағылғандай болды. Ашсам ешкім жоқ. Орындыққа қайта оралсам, тамағым салынған ыдыс жерге құлап жатыр екен. Өзім дұрыс қоймадым ба? Білмеймін неге, бірақ күні бойы ішімде біртүрлі сезім болды. Кеудемді бірдеңе басып тұрғандай. Кешке дейін кеудем мазалай берген соң медпунктке барып дәрі алмақ болдым. Егер көмектеспесе ауруханаға бару керек болар деп ойладым. Бірақ жатақханадан шыға бергенде бірдеңеге сүрініп кеттім. Жерге етбетімнен құладым. Сол сәтте төбемнен гүл құмырасы дәл алдыма құлап түсті. Суық тер бұрқ ете қалды. Ойлануға уақыт болмады.
Асығыс жатақханаға қайта кірдім. Ішке кірген соң қорқынышым одан сайын күшейді. Енді сыртқа шығуға батылым жетпеді. Неге екенін білмеймін, бірақ бір жамандықтың болатынын сездім. Солайша күні бойы отырдым. Түнгі 12-ден кейін есікті жауып бөлмеме барып демалдым. Қалай ұйықтап кеткенімді білмеймін, бірақ терезенің қағылғаны естілді. Оянып терезені аштым. Сыртта бұрын маған қарыз сұраған Лен тұр екен. Алғашқыда түс көріп жатырмын деп ойладым. Өйткені ақшаны қатты ойлағаным сонша түсіме кіріп жатыр деп ойладым. Тек Лен сөйлегенде ғана бұл түс емес екенін түсіндім. Қайырлы кеш әпке, түн ортасында терезе қағып мазалағаным үшін кешіріңіз. Мұнда қалай кірдің? Сол сәтте мен жатақхананың есігін баяғыда жауып қойғанымды есіме алдым. Онда ол қалай кірді? Мен бүгін күндіз қайтып келдім. Тек сен әлі осында жұмыс істейсің бе деп көргім келді. Әрине, сен маған ақшамды әлі қайтармадың ғой. Қалай кетемін? Менің сөзімді естігенде Леннің беті қызарып кетті. Күтіңіз, бөлмеге кіріп ақшаны әкеліп берейін. Әзіл ғой, 100 юан мәселе емес. Мен кола жайлы сұрамақ болдым, бірақ түн ортасы екенін ойлап кейінге қалдырдым. Бірақ Лен кетпей терезе алдында тұра берді. Біраз уақыттан кейін ғана, әпке, мені бөлмеге дейін шығарып салшы, қараңғыдан қатты қорқып тұрмын. Мен таң қалдым. Ал жаңа ғана қалай төмен түстің? Сонда да шам алып, онымен бірге жоғары көтерілдім. Ол 404-ші бөлмеде тұрады екен. 4-ші қабатқа шықтық. Бөлмесіне кіргенде ішке кіріп қарап кетуін өтінді. Қасында құрбылары жоқ екенін айтып, қорқатынын айтты. Бірақ директор Ваның студент бөлмелеріне кірме деген талабын есіме алып бас тарттым. Төменге түспек болып жатқанымда кенет біреу атымдатады. Қарасам алдында тағы да Лен тұр. Сен мұнда не істеп жүрсің? Менің маңдайымнан суық тер шыға бастады. Егер алдымда Лен тұрса, онда жаңа ғана бөлмеге кірген кім? Осы ойдан аяқтарым дірілдей бастады. Ал Лен менің күйімді көріп, бірдеңені түсінгендей болды. Ол мені тез тартып басқа жаққа қарай сүйреді. Мен қорыққанымнан тіпті сөйлеуге де батпадым. Артымыздан бір дауыс шықты. Әпке, қайдасың? Кетпе. Бұл дауысты естігенде соншалық қорықтым. Лен болса, жүгір, артыңа қарама. Мен ессіз адамдай жүгіріп, бірақ қанша жүгірсем де баспалдақты лифтте көрінбеді. Әбден қалжырап тоқтадым. Болды, жете алмаймын. Сол сәтте телефоным шырылдады. Қатты шошып кеттім. Осындай уақытта кім қоңырау шалады? Егер бұл әлде бір нәрсені шақырып қойса ше? Сондықтан қарамастан бірден сөндіріп тастадым. Бірақ телефон қайтадан шырылдады. Ашуланып қарасам, директор Ван екен. Аузымды ашқаным сол еді, директордың дауысы естілді. Сен жындысың ба? Түнде неге жүгіріп жүрсің? Мен камерадан қарап отырмын. Сен 5-ші қабатта жүгіріп жүрсің. Қалайша? Мен 4-ші қабаттамын ғой. Басымды көтеріп қарасам, қасымдағы бөлмеде 503 деген жазу тұр. Сол сәтте төбемнен жай түскендей болдым. Ли айтқан еді ғой, 5-ші қабатта ешкім тұрмайды. Ал мен қазір 503 бөлменің алдында тұрмын. Жүрек соғысы жылдамдап, үмітсіздік биледі. Жылағым келді. Тез төмен түс. 5-ші қабатта босқа жүрме. 1-ші қабатқа жүгіріп түстім. Сыртқа шыққым келді, бірақ батылым жетпей, кезекші бөлмеге қайта кірдім. Барлық жарықты қостым. Директорға қайта қоңырау шалдым, бірақ оның телефоны бос болмады. Бөлме тып-тыныш еді, жүрегімнің соғысы естіліп тұрды. Шыдай алмай музыка қосып, дауысын қатты шығарып қойдым. Сонда ғана сәл тынышталдым. Түннің 2-ші жартысында жарықты өшірмей ұйықтадым, бірақ біреу қарап тұрғандай сезім кетпеді. Сондықтан таң атқанша көзімді жұмуға қорықтым. Сағат 6-да ғана есікті аштым. Студенттердің аяқ дыбысын естігенде ғана ақырында ұйықтап кеттім. 1 сағаттай ұйқыдан кейін бір әйелдің дауысы шықты. Ұйықта, бәрі жақсы болады. Шошып ояндым. Арқам терге алынған. Сағат 8 екен. Бірақ мен ауыстыруы тиіс Ли тағы да келмепті. Телефонымда 2 рет қоңырау шалынған екен. Қайта хабарласам, Лидің тағы да демалыс алғаны айтылыпты. Сонда бәрі сол түннен басталғанын түсіндім. Түстен кейін жауапты мұғалімнен сұрасам, Лидің ауруханада жатқанын білдім. Өзімді де жайсыз сезінген соң жарты күнге сұрандым. Оны барып көрмек болдым. Нөмірі 2-ші ауруханада екенін айтты. 40 минуттан кейін ауруханаға жеттім. Өзім де тексерілмек болып, бірақ кеудемнің ауырғаны басылып қалғандай болды. Лиге қоңырау шалдым, күйеуі жауап берді. Ол Лидің 705-ші палатада екенін айтты. Палатаға кірдім, жеміс бердім. Ли қатты арықтап кеткен, көзі бос, өңі көгеріп қарайып тұрды. Атын атадым, жауап бермеді. Төбеге қадалып жатыр. 2-ақ күнде 20 жылға қартайғандай. Күйеуі болса, дәрігерлер ештеңе таппады, психикасымен байланысты болуы мүмкін деді. Психиатрға бару керек екен. Сол сәтте ақ көйлекті қыз есіме түсті. Мүмкін Ли сол қыздың кегіне қалған шығар. Ал Лиді қуып жіберген мен. Сондықтан өзімді кінәлі сезіндім.
күйеуіне аздап ақша беріп болған жайттың бәрін айтып бердім. Ол маған біртүрлі қарап тұрды. Сен қателескен сияқтысың. Ол түні әйелім үйден шыққан жоқ. Жұмыстан келіп шаршадым деді де ұйықтап қалды. Тек түнгі 10-дар шамасында тамаққа шақырдым. Сол кезде есі ауысқандай болды. Содан ауруханаға алып келдім. Қалай бұл мүмкін? Лицейдің күйеуі де сенбеді. Тіпті маған дәрігерлік анықтаманы көрсетті. Лицейнің ауруханаға түсу уақыты шынымен де бейсенбі күні кешкі сағат 11-де болған. Бірақ мен нақты есімде сақтап қалдым. Сол кеште Ли менің студенттік жатақханама түнде оралған сияқты. Бұл не болып жатыр? Мүмкін мен есімді жоғалттым ба? Осы ойға қарағанда жүрегім қорқыныштан қатып қалды. Ауруханадан шығып такси ұстап кері қайттым. Сол уақытта жүрегім әлі де дүрсілдеп тұрды. Ойымда сол түнде не болғанын ойлап, қорқынышым күшейе берді. Соңында мен шыдай алмай жүргізушіден кері бұрылып, батыс таудағы храмға баруды өтіндім. Машинадан түскен соң жол бойындағы бағыттаушы белгілерді қарап, храм қақпасына жеттім. Кіргелі жатқанда кенет қарт кісі мені тоқтатты. Қарт сөйлеп тұрып, бір уыс бидайды маған қарай тастады. Ол маған тиген сәтте бүкіл денемде жеңілдік сезілді. Содан кейін қарт су құйылған кесе ұсынып, оны ішуді өтінді. Не болып жатыр деп ойладым. Қарттың сөздері маған таныс болып көрінді. Мен оның нұсқауын орындап суды іштім. Сол сәтте санамда бір ой кенет жарқ етті. Мен есімді жинап алдым. Шынымен бұл бәрі тек менің қиялым болған. Шын мәнінде мен жай студентпін. Ал Ленин шынымен менің жақсы досым болды. Біз сол жылдары сыныптас едік, бірақ сол бейсенбі кешінде барлық сәт бұзылды. Ақ көйлекті қыз бен жігіт кикілжіңнен кейін жатақханаға тек 23:50-де оралды. Ал түн ортасында қыз от тұтатқан. Семестрдің соңы және демалыс болғандықтан мектепте тек бірнеше студент қалған. Жатақханада оқу үшін қалған Ленин де зардап шекті, және кейін бұл бірқатар өрт оқиғаларына себеп болды. Сол өрт кезінде мен аман қалған студенттердің бірі едім. Сол күннен бастап мен де бірдеңеге бейім болдым. Сондықтан үнемі түрлі иллюзиялар көретінмін. Кейін мен психикалық бұзылуға ұшырадым. Жиі өзімді қалыпты жұмыс пен өмірге оралғандай сезімге түстім. Мен Сишан храмына барып, қарттан бұл сезімнен арылуыма көмек сұрадым. Осы жолы мен жаңа өмірді бастайтын кезім келді. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Жарай ма?